Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен қаттама нанның рецептімен бөлісетін боламын. Видеомның соңына дейін көріңіздер. Дайындалу жолы өте оңай, керемет, қатпарлы болып шығады. Қажетті заттың барлығын видеоның астындағы описание бөліміне қалдыратын боламын. Алдымен ыдысымызға тұзымыз бен ұнымызды салып, тұзымыз ерігенше кішкене араластыратын боламыз. Тұзымыз ерігеннен кейін үстіне ұнымызды аз-аздан сала отырып, өте жұмсақ болып кетпейтіндей етіп қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 2 бөлікке бөлеміз. Осылай 2 бөлікке бөліп болғаннан кейін нанымыздың үстіне ұнды себе отырып, жұп-жұқа қылып қамырды жаятын боламыз. Қамырымызды осылай жұп-жұқа қылып жайып болғаннан кейін үстіне сары май немесе маргарин жағып, дәл видеода көрсетілгендей қылып орайтын боламыз. Міне дәл осылай рулет сияқты қылып орап, тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Сармаймыз кішкене қату керек. Менің видеом ұнаса, менің арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басыңыздар. Міне біздің қамырымыз дайын. Дәл осы видеода көрсетілгендей қылып, қамырымызды бөліктерге бөліп, қамырымыздың үстінен астына қарай басатын боламыз. Сонда ол өте қаттама, қатпарлы нан болып шығады. Қамырларымызды бөлікке бөліп дайын болғаннан кейін қамырымызды алып, үстіне ұнды себе отырып, өте жұқа қылмай жаятын боламыз. Және де қалған қамырымызды да дәл осылай дайындап аламыз. Қамырымыздың бәрін дәл осылай дайындап алғаннан кейін табамызға сұйық май немесе сары май салып, екі жағын бірдей қылып қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Нанымызды салғаннан кейін қақпағын жауып 3-4 минут пісіретін боламыз. Міне дәл осылай жасайтын боламыз. Екінші жағында солай қақпағын жауып 3-4 минутқа қалдырамыз. Отымыз қатты болмау керек, орташа отта пісіреміз. Нанымыз керемет, қаттама нан болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай. Қалған нандарымызды да дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің нанымыз дайын, өте керемет, қатпарлы, қаптама нан болып шықты. Дәл осы рецептімен жасайтын болсаңыздар, дәл осылай міне қаттама нан болып шығады.
Дәмі енді сөз жоқ, тез желініп кететін нан балдарға міндетті түрде ұнайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, мені қолдап, пікір қалдырып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер.